Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Вазелиннің пайдасын білесіз бе? Теріге вазелинді қолдануға болады ма? Пайдасы мен зияны жайында осы видеода толықтай айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Вазелин құрғақ теріні емдеу үшін қолданылса, пайдалы болуы мүмкін, бірақ ол өте майлы және ауыр. Сондықтан оны күнделікті жалпы теріні ылғалдандырғыш ретінде қолдануға болмайды. Май теріге жағылғанда қалың су өткізбейтін тосқауыл жасайды. Ол ылғалды сақтауға көмектеседі және құрғақ теріге айналған үй құралы ретінде әрекет етеді. Оны қалай дұрыс пайдалану керек? Оны тері аймағына жағып, бірнеше минут күтіңіз. Киімнің майлануы немесе дақ қалдыруын болдырмау үшін артық заттарды жұмсақ қағаз сүлгімен сүртіңіз. Вазелинді әркім қолдана бермейді. Безеуге бейім теріңіз болса, бетіңізге вазелин жағудан аулақ болуыңыз керек. Бұл безеулерді тудыруы және безеуді одан сайын ушықтырып жіберуі мүмкін. Бұл майлы терісі бар адамдарға да қатысты. Вазелин дегеніміз не? Әрине бәрімізде оның не екені туралы түсінік бар. Вазелин негізінен көмірсутектердің қоспасы болып табылады. Яғни формулалары жиі әртүрлі индекстермен бірге келетін С және H әріптерінен тұратын әртүрлі элементтердің үлкен саны. Вазелин теріге қалай әсер етеді? Кейбір адамдар вазелин теріні ылғалдандырады деп санайды, бірақ ол олай емес. Вазелин тері бетінде өтпейтін пленка түзеді, яғни сыртқа ештеңе шықпайды және терінің ішіне ештеңе кірмейді. Вазелиннің өзі де теріге ембейді, бірақ ылғал теріде қалады. Ал май, кез келген май сияқты вазелинде ерейді. Сонымен қатар тұтқыр вазелин массасы тері қабыршықтарын желімдейді. Сондықтан вазелинді қолданғаннан кейін теріңіз тегіс болып көрінеді. Вазелин зиянды ма, пайдалы ма? Дегенмен кейбір жағдайларда оны қолдануға тұрарлық. Қолыңызда массаж кремі немесе өсімдік майы болмаса, массаж үшін вазелинді қолдануға болады. Вазелинмен майланған терідегі қолдар өте жақсы жылжиды және өнімнің өткізбейтіндігінің арқасында біз қосымша тазарту әсерін аламыз. Тесіктер ашылады, май ерейді. Ал вазелин іш жүзінде сіңірілмейтіндіктен оны массаж кезінде үнемі қосудың қажеті жоқ. Ең бастысы вазелин жаққан аумақты кейін жақсылап жуу. Вазелин майды жақсы ертеді, сондықтан ол үйдегі нәрлендіретін маска немесе аяқ кремі үшін тамаша негіз бола алады. Сонымен қатар масканың қоректік қасиеттерін бөліседі, ал вазелин оның ылғалдандыратын әсерін ұзартады. Кейбір адамдар экзема мен атопиялық дерматит белгілерін азайту үшін вазелинді пайдаланады. Біріншіден, бұл әдіс бәріне де жарай бермейді. Екіншіден, бұл емдеу әдіс емес, уақытша жеңілдік беруі мүмкін. Ал вазелинді ең жақсы қолдану теріні кез келген сыртқы әсерлерден қорғайды. Жел, аяз, жаңбыр немесе химиялық реагенттерден. Бірақ бұл жағдайда вазелинді қолданғаннан кейін бірден бетті жуу керек. Вазелин таза, қауіпсіз өнім. Теріні сыртқы әсерлерден қорғау немесе ылғалдың булануын болдырмау қажет болса, оны қолданған дұрыс. Кез келген өнімде немесе косметикалық рецептте вазелинді көрсеңіз, қабақ шытпаңыз. Тек қауіпсіздік шараларын сақтай біліңіз. Вазелиннің жалғыз зияны теріңіздегі бактериялардың көбеюіне мүмкіндік беру. Вазелин әр түрлі тәсілдермен қолдануға болатын әмбебап өнімдердің тізіміне енгізілген. Вазелин алғаш рет 19 ғасырда ойлап табылған және оның пайдалы қасиеттерін ғалым өнертапқыш атап өткен кезде патенттелген. Косметикалық вазелин жараларды емдеуге, сондай-ақ теріні жұмсартуға қабілетті. Осы қасиеттердің арқасында оны қолдану аясы өте кең бола түсті. Биолайн жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары вазелинді әрбір әйел үйде немесе әмиянында сақтау керек сұлулық құралдарының бірі деп санайды. Оны қолдану аясы шексіз және дүкендерде сатылатын көптеген лосьондар мен косметикаларға қарағанда қолжетімді. Англиядан келген химик Роберт Джеспер ойлап тапқан. Сонда пайда болған зат теріні емдеп жұмсартып, жел мен күннен қорғайтынын байқады. Алдымен ол май желе деп аталды. Бірақ оның аты оғаш болғандықтан оны өнім ешкімді қызықтырмағандықтан Джеспер оны өзгертіп өнімді вазелин деп атады. Препараттың атауы екі қарапайым сөзден шыққан. Вассер су дегенді білдіреді. Элайон зәйтүн майы грек тілінен аударғанда. Осыдан кейін 1978 жылы Джеспер өнімді патенттеп кең көлемде шығарыла бастады. Тек 1978 жылы вазелин тауар белгісі ретінде патенттелді. Сізге косметикалық вазелинді қолданудың 4 әдісін ұсынамыз. Вазелин құрғақ теріге, соның ішінде ерін мен қабаққа арналған тамаша құрал. Құрғақ терінің қабығы, қышуы,
жарылуы немесе тіпті қан кету мүмкіндігі бар. Жақпа нысаны айтарлықтай ксерозы үшін тиімдірек болғандықтан, әсіресе дымқыл теріге қолданған кезде вазелин құрғақтыққа жақсы әсер етеді. Келесі күтпеген лайфхак – жарақаттанған теріні емдеуге көмектесу, кесу және тырнау сияқты жеңіл жаралар үшін жараның кеуіп кетуіне және жазылу мерзімін ұзартатын қатты қышыма, қотырдың пайда болуына жол бермеу үшін вазелинді қолданыңыз. Вазелин тым үлкен, терең және қышитын шырамның пайда болуын болдырмауға көмектеседі. Вазелин қалақайдың күйіктерінде, аздап сытырылған жерлерге, көгеруге, жәндіктердің шағуына, масалар, шыбындар шаққан кезде көмектеспейді. Вазелин қандай жағдайда қолдануға болмайды? Мұны да біле жүріңіздер. Кез келген күйіп қалу, термиялық, химиялық болмаса күнге күйіп қалу кезінде қолдануға болмайды. Танымал пікірлерге қарамастан вазелиннің антисептикалық қасиеттері жоқ, және бұл кезде вазелин ауырсынуды жеңілдетпейді. Мозольді емдемейді. Егер теріңіз аздап сыдырылған болса, яғни мозоль енді пайда бола бастаса, теріні вазелинмен уақытша жұмсартуға болады. Бірақ егер тері ашылып кетсе, мозоль жарылып кеткен жағдайда, вазелинді қолдану қатаң түрде ұсынылмайды. Жарада инфекцияның жоғары ықтималдығы бар. Дезинфекциялау үшін де жарамсыз. Вазелин инфекция ықтималдығы жоғары болады. Грибоктардан зардап шеккен аймақтарды майлау үшін де зиянды. Қолданбаңыз. Грибок болған кезде саусақтардың арасына мүлде қолданбаған дұрыс. Грибок ауруларының алдын алу үшін де жағуға болмайды. Безеу, розацея және басқа да тері аурулары бар кез келген жағдайда вазелинді мүлдем қолданбау керек. Егер сізде майлы тері болса, әдетте вазелинді қолданбағаның жөн болады. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз. Егер сізге видео ұнаған болса, бағалап, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. WhatsApp чаттарда таратуды ұмытпаңыздар. Ал сіз вазелинді қандай мақсатта қолданасыз? Төменде өз пікіріңізбен, өз тәжірибеңізбен бөлісе кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын. Арнамызда шығатын өзге де видеоларға назар сала кетіңіздер. Бәлкім бір пайдаңызға жарап қалар.